Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ шығатын бауырсақ жасайтын боламыз. Ал бауырсағымызды жасауды бастайық. Бізге алдымен жылы сүт, жылы су, 3 ас қасық қаймақ, 1 жұмыртқа, чай қасық тұз, чай қасық қант және де 2 чай қасық дрожж қажет. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін ұн қоспай тұрып 10 немесе 15 минутқа қойып қоямыз. Кішкене тұру қажет. 10-15 минут өткеннен кейін ұнымызды қосып, қамырымызды дайындайтын боламыз. Қамырымызды бірден қоспаймыз, аз-аздан қосып, осылай қолымыздың көмегімен араластырып отырамыз. Бауырсаққа қандай зат және де қандай мөлшерде қосу қажет, видеоның астына жазып кететін боламын. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін осылай 2 бөлікке бөліп, қамырымызды жаямыз және де формасына қарай кесеміз. Мен осылай видеода көрсетілгендей етіп 4 бұрыш формаларға бөліп шықтым. Дөңгелек формаға да келтірсеңіздер болады. Қамырларымызды кесіп болғаннан кейін 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қамыр кішкене көтерілуі қажет, содан кейін пісіретін боламыз. Бауырсақтарымызды пісіретін кезде майымызды алдын ала қыздырып аламыз, қызып тұрған майға пісіретін боламыз. Енді келесі кезекте екінші қамырымызды жайып, қажетті формаға келтіріп кесіп аламыз. Бауырсақтарды пісіретін кезде міндетті түрде қызып тұрған майға пісіру қажет, себебі қызбаған майға салатын болсаңыздар, бауырсақтарыңыз қатты болып пісуі мүмкін. Осылай өздеріңізге қажетті форманы кесіп алғаннан кейін 5-10 минут көлемінде қалдырып қоясыздар. Қамыр кішкене көтеріледі. Көтерілгеннен кейін қызып тұрған майға 2 бетін қыздара отырып пісіріп аламыз. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Ас болсын. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын.